Сәлем достар, бүгінгі сабағымыз жалпылама шолу сабағы деп аталады. Өйткені осы уақытқа дейін ләңгі элементінен қандай нәрсе үйрендік, соның бәрін бүгін қорытындылайтын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, ең алдымен қағыс түрін үйрендік. Ол қағысымыз осылай. Осы қағысты күнделікті үйден 10-15 шақты рет күнде қайталап отыруға әбден болады. Қараңыздар, міне. Осыны үйрендік. Одан кейін бірнеше қағысты үйрендік. 1, 2, 3, осылай 4, 5, 6, 7 деп кете береді. Одан кейін осы қағысымыз бар. Одан кейін люріміз бар. Ең қиын элементтерінің бірі. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне, осы люрімізді күнделікті үйде бірнеше рет, 10 шақты рет қайталауға әбден болады. Өйткені бұл люрі ләңгі элементтерінің ең қиын түрлерінің бірі. Одан кейін, құрметті достар, ішкі және сыртқы қағыстардың барлығын үйрендік. Міне, қарап отырғандарыңыздай, мен сіздерге көрсетіп берейін. Ләңгі элементтерінің ең қиын түрлерінің бірі ол жанж деп аталады. Қараңыздар, кішкене иілеміз. Құрметті достар, бұл люрі сияқты бүйтіп бойымызды тік ұстамаймыз. Иілеміз, аяғымызды кішкене иық деңгейінде, яғни иық көлемінде болу керек. Оған аса мұқият мән берген жөн. Міне, көрдіңіздер ғой, бұл люрі сияқты мен бойым тік ұстаған жоқпын, немесе бұлақ қатты секірген жоқпын. Бұл жерде жай ғана кішкене иілеміз, аяқ көлемі бағана айтып өткендей, иық деңгейінде болу керек. Көрдіңіздер ғой, міне, мен қатты бойымды тік ұстаған жоқпын, кішкене иіліп тұрдым. Түсінбей қалсаңыздар, мен сіздерге тағы да бір түсіндіріп өтейін. Міне, көрдіңіздер, ол мен қағып алған әдісім бұл көздің қырағылығы мен шапшамдығымның арқасында қағып алдым. Сіздер де осылай мұқият болыңыздар. Көздің қырағылығы, көздің ептілігі адам денсаулығына өз керемет пайдасын тигізеді. Ал енді, құрметті достар, жалпылама шолу осы міне бірнеше элементтердің барлығын сіздерге көрсеттім. Осы элементтерді күнделікті жұмыста болсын, үйде болсын, сабақта болсын, осы элементтердің барлығын күнделікті өмірімізде қайталап жүрсек, керемет болатын еді. Достар, бұл ләңгі кейбір деректерде жармақ деп те аталады. Бұл ләңгінің адам ағзасына тигізетін пайдасы өте көп. Күнделікті жұмыста болсын, үйде болсын, қоғамдық орында болсын, жай ғана ұйқымызды ашып алу үшін ләңгіні бірнеше рет тепсек, біздің ұйқымыз шайдай ашылады. Өйткені неге? Біздің бұлшықеттеріміздің, жүйе тамырларымыздың барлығын осы ләңгі арқылы оятамыз. Бұл ләңгі біздің тікелей жүректің қалыпты жұмыс жасауына өзінің пайдасын көп тигізеді. Осы ләңгі арқылы біз, құрметті достар, өзіміздің салт дәстүрімізді, мәдениетімізді жаңғыртамыз, дамытамыз. Бұл ләңгі қазақтың ұлттық ойындарының бірі болып есептелінеді. Сондықтан, құрметті достар, осы ләңгімізді жаңғыртайық. Қолымыздан келсе, әр шаңырақта осындай төрде бір-бір ләңгі ілініп тұрған күнге жетейік. Бұл ләңгі жай ғана ойын емес, бұл қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Қазақ жері отаным деп шаттанам, бұл елде туғаныма мақтанам. Тарихы толып жатқан шежіре ғой, шұбарлаудан тілімді сақтанам. Құрметті қазақ елі, ұлттық ойындарымызды дамытайық, ұлттық ойындарымызды насихаттайық. Салт дәстүрімізге мықты болайық. Сіздермен болған Шерхан Пірназаров. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.